Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ал енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Что такое окружающая среда? Бізді қоршаған ортамыз қандай? Не ол? Упражнение первое. Рассмотри картинку, инфографику. Мына жерде бізде сурет берілген, яғни бізді қоршаған ортаны көрсетіп тұрған сурет. Үйлер, табиғат, завод, тау. Біздің өмір сүретін ортамыздың суреті көрсетілген. Бұл жерде біз өмір сүреміз, жұмыс жасаймыз және демаламыз. Знаешь ли ты, что есть способ передачи информации с помощью рисунка, текста и цифр – это инфографика. Біз мәліметті сурет, текст және сан арқылы бере аламыз. Бұндай мәліметті беру тәсілі инфографика деп аталады. Мына суретте инфографиканың бір түріне жатады. Енді екінші инфографиканың түрін көрсетейін. Ол бізде мәтін. Люди любуются красотой природы и отдыхают. Адамдар табиғаттың сұлулығына таң қалып демалады. Проявляя заботу, они получают от животных молоко и мясо, от растений плоды и кислород, от природы воду и тепло. Это природная среда, которую человек не создавал. Біз жануарларды сақтай отырып, оларды көбейте отырып, сүт пен ет аламыз. Өсімдіктерден біз кислородпен, көмірқышқыл газымен, оттегімен жеміс-жидек аламыз. Табиғаттан су мен жылулықты аламыз. Бұл адамның өзінің қолымен істеген табиғат емес. Өзі істеген жоқ оны. Ол өзі бұл дүниелерді жаратқан жоқ. Яғни желді, күнді, жануарларды, өсімдіктерді адам жаратқан жоқ. Ал енді люди живут в городах и селах, где их окружают предметы быта, техника. Адамдар қалаларда да, ауылдарда да өмір сүреді. Біздің жан-жағымызды техникалар, үйге керекті құрал-жабдықтар бізде көп қолданамыз. Они пользуются гаджетами и транспортом. Біз телефон, ноутбук, компьютер, басқа да соңғы үлгідегі адамдардың ойлап тапқан өнертапқышын қолданамыз. Және машинаны да қолданамыз. Природная и искусственные среды – все это есть окружающая среда. Мен жаңа айтып кеткен, бізді қоршағанна салған үйіміз болсын, мінген машинамыз, қолданған техникамыз, бұлардың барлығы адам жаратқан дүниелер. Бұларды біз искусственный, яғни біз адам қолдан жасап алдық. Өзімізге керек дүниені қолдан жасадық. Яғни ол сондай табиғат және табиғаттың заңымен, Алланың қолымен келген және адамның қолымен жасалған болып болады. Бұлардың барлығы бізді қоршаған ортаға жатады. Какую главную информацию ты услышал? Қандай негізгі ойды сен бұлақтан түсіндің? Природная и искусственные среды – это все есть окружающая среда деген осы сөйлемді мен осы мәтіннің негізгі ой деп білемін. Бізді қоршаған ортаның барлығы
қайсысы болсын, искусственный болсын, қолдан жасалған болсын, қолдан жасалмаған болса да, бұл біздің қоршаған ортамыз. Какие бывают среды? Среда бывает искусственная и природная. Какая среда имеет большое значение для человека? Адам үшін қандай, қайсы қоршаған орта өте маңыздырақ? Әрине бұл балалар. Алланың жаратқан суы, жылуы, тамағы, өсімдігі бұл өте маңыздырақ. Біз телефонсыз, машинесіз күн көре аламыз, бірақ сусыз, тамақсыз, жылусыз күн көре алмаймыз. На какую среду человек больше влияет? В чем проявляется это влияние? Қай қоршаған ортаға адам көп әсер ете алады. Адам көбінесе өзі жаратпаған дүнияны дұрыс қорғамаса, оның азаюына, немесе оның басқа да жолдарының бұзылуына әкеліп өзіміздің үлесімізді қосуы мүмкін. Яғни біз табиғатты қорғамағандықтан, жануарларды дұрыс қорғамағандықтан, өсімдіктерді көбейте алмағандықтан, оларға жағдай жасамағандықтан, оларға көп әсер етеміз. Көп теріс жағынан әсер етеміз. Запиши в тетрадь выделенные предложения. Қараймен жазған сөздерді көшіріп жазыңыздар. Ал мен ары қарай жалғастырамын. Упражнение 3. Бұл инфографиканың 3-ші түрі. Яғни санмен сөйлеу. Санмен, статистикамен сөйлеу түрі. Инфографиканың бір түрі. Бұл жерде 25 оқушы, яғни бір класста оқитын 25 оқушының анкета, яғни сұрақ жауап алынған. 25 оқушыдан бұлай сұранған. Сен өмірде қай затсыз өмір сүре алмайсың? Ауасыз деп 25 оқушы жауап берген. Тамақсыз өмір сүре алмаймын деп 25 оқушы жауап берген. Сусыз өмір сүре алмаймын деп 25 оқушы жауап берген. Және жылусыз өмір сүре алмаймын деп 25 оқушы жауап беріпті. Ал енді адамның қолымен жаратылған без жилья, үйсіз 23 адам өмір сүре алмаймын депті. Без одежды, киімсіз 24 адам өмір сүре алмаймын деп жауап беріпті. Машинасыз өмір сүре алмаймын деп 20 оқушы жауап берген. Телефонсыз 23 адам өмір сүре алмаймын деп жауап беріпті. Сонда бұл жердегі оқушылар, класстастары несіз өмір сүре алмайды? Қарайықшы. Әрине, ауасыз, тамақсыз, сусыз, жылусыз 25-і де өмір сүре алмаймыз деп жауап беріпті. Ал енді екінші анкетаға назар аударайық. Бұл жерде біз өзімізді қоршаған ортамызды сақтап қалу үшін не істей аламыз деген сұраққа жауап берген. 25 оқушы я могу беречь воду. Мен суды үнемдесем, өзімнің қоршаған ортамды сақтап қала аламын деп жауап берген. Жануарларға көмектессем деп 20 оқушы жауап берген екен. Мусорды контейнерге салу арқылы мен қоршаған ортама зиянымды келтірмеймін, жақсылық жасаймын деп 21 оқушы жауап беріпті. Мен велосипедпен жүре аламын, яғни машинамен ауаны ластамаймын деп 10 оқушы жауап берген екен. Мен өсімдіктерді өсіре аламын деп 14 оқушы жауап берген екен. Ал сіз не ойлайсыз? Сіздің жауабыңыз қандай болар еді? Соған жауап беріп кетейікші комментарийге. Ал мен ары қарай жалғастырамын. Упражнение 4. Прочитай и перескажи текст. Оқып, сөйлемнің мәнін, мағынасын түсініп, оны айтуымыз керек. Және бұл жерде предлогтар қалдырылып кеткен, соны жазуымыз қажет. Человек мыслит и трудится, поэтому он не просто приспосабливается к деген предлог қойылады.
условиям окружающего мира, но и преображает его. Например, с давних пор люди стали извлекать пользу из энергии рек. И в домах появился свет. А сегодня в многих странах используют энергию солнца, ветра, растений. Новые технологии были показаны на Экспо 2017 в Астане. Например, солнечные батареи на крышах домов нагревает воду. Енді қазақшасын түсіндіріп кетейін. Адам ойлап, еңбек етіп, осы бізді қоршаған ортаға үйренеді. Және оны түрлендіреді, яғни оны дамытады. Мысалы, адамдар баяқ көптен бері судан, яғни су арқылы біз энергия алатын болдық, яғни свет алатын болдық. Және сондықтан үйлерде свет пайда болды. Ал қазір көп елдерде күннің энергиясын, желдің энергиясын, өсімдіктердің энергиясын қолдана бастаған. Бұл мүмкіндіктердің барлығы Астанада өткен 2017 жылы Экспода көрсетілген. Мысалы, үйдің төбесінде орналасқан күн арқылы энергия алатын батареялар сол үйдегі суды жылытып тұрады дейді. Сіздер тағы қандай үлгілерді білесіздер? Енді мына жерге мен предлогтарды жазып қойдым. Көрініп тұр деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздерге ұнап жатқанына, сіздерге пайдам тиіп жатқанына өте қуаныштымын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.